Абайдың қара сөздері 17-ші сөз. Қайрат ақыл жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: "Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуел өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей, жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абүйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын күнәкарліктен, көрсе қызарлық жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?" депті. Ақыл айтыпты: "Не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды?" депті. Онан соң жүрек айтыпты: "Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күн-жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?" депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: "Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман" депті. "Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірінің де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйгені сен. Екеуінің де іздегені тауып беріп жүрсің. Соның жаман" депті. "Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім" депті. "Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны, діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпа, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін жүрекке билет" деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. "Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымды айта білсаңдар, табаның тобығынан көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды" деп. Кітаптың айтқаны осы депті. 18-ші сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінінің сақал-мұртын, мүшесін, жүріс-тұрысын, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы
жұғымды жігіт атанбаққа өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақмақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай, кердің немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. 19-шы сөз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден есетіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап, шалғыттанып, не салбырап, салғырттанып естсе, не есіткен жерін қайта қайырып, сұрап, ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расында көзі жетсе де, шыға беріп, қайта қалпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хаким айтқан екен. Сол секілді сөз болады. 20-шы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пәндеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен еліксе, адам баласының құтылмағын қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсең, бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі жара тапқан емес. Оған егер бер де ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның бір баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар мекен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба көп пе жалығады. Аның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суый бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрсем деген, көп көрген дәмін бағасын, бәрінің баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хатта ки ғұмырдың баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. 21-ші сөз. Аз ба көп пе адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін көрдім, байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақ деп атаймын. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ, яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі, білсін, жаман дегізбесем екен деп азаптанады. Екінші мақтаншақ деген біреуі, демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік түрлі болса да десін деп азаптанып жүр. Демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, ләкин надан болса да адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдағы әбден толық емес.
Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтаса екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді. 22-ші сөз. Дәл осы күнге қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлейін деп ойладым. Байды қадірлемеймін десең, бай жоқ. Бай болса өз басының, өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырады. 100 кісіге қорғауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп. Ақымақтығынан жоқ. Өзі жалынып беріп жүр. Қайыр да емес, мырзалық та емес. Өз елімен, өз жерімен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар елдегі құттылар, сүттілер берекелесе, алмаған соң кеселді қулар көбейіп кетті. Көп қорқытып іздеген нәрсесі жоқ. Еріксіз кім болса соған жеміт болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп. Біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі құрым киізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып мырза болып, еріксіз кім болса соған талтайып емізіп жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып бас ұрып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық, амалға елдің бәрі де есті. Ғарып, қасар, бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар. Енді қалды қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес. Жә кімді сүйдік, кімнің тілеуін тіледік. Өзі құрттанып шашылған болыс билер былай тұра тұрсын. Әлбәтті амал жоқ. Момындығынан ырыс баққан дау бақпас деген мақалмен боламын деп, бергенімен жаға алмай жарымын беріп, жарымын тыныштықпен баға алмай ұры залым қуларға жеміт болып жүрген шын момын байлар аямаса һәм соны тілеуін тілемесе болмайды. Сонан басқаны таба алмадым. 23-ші сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? Деп, оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болды деп. Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқап, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып, жақсы бола ма, жақсыға салысып, жақсы болады тағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Артында қалған ат нешеу? Деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп пе, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғалым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет, даналық көптен тарай ма, бірден тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме? Жоқ, жарым ауырып, жарым сау болса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының
Бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жарымы арыса жарымысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым-жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш? Тұқымымыз аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілінің сол өзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе? 24-ші сөз. Осы күнде жер жүзінде 2 миллионнан көп артық адам бар, 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мықтылығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бір-біріміздің аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қала бар. Дүниенің бас-аяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп жер жүзіндегі жұрттың қоры болып бір-бірімізді аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек қастық қалып, өнерді, малды түзден бөтен жақтан түзу жолмен іздеп өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі соғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрымай тыныш таба ма? 25-ші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер дар әл-харб. Мұнда әуелі мал табу керек, онан соң қарап парсы керек. Қарны аш кісінің көңіліне, ақыл бойына ар ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Ашап ішуге, малдың тапшылығы да, ағайынның араздығынан да, әртүрлі бәлеге, ұрлық, зорлықтың, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса қарын тояды, онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Аның үшін олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреуінің тілін, өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын-жұртын, дінін, адамшылығын жауырынынан бір қақанға сатады. Тек майырдың күлгені керек деп. Ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылыми өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай тұр. Себебі ата-анасы, ағайын-туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар анау оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болды оларға.